Мен Майлыбаева Қарлығаш Базарбайқызы, орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Ералиева Динара Жарылқапқызынан тәуелсіздік ұлы есім атты челленджін қабыл алдым. Қайрат Рысқұлбековтың монологы. Арман сызбын, ажал сызбын, азатпын, мендегі мұң ғажап әрі азап мұң. Ұлтым үшін ұлтарақпын наз десең, сүйегіммен сүтіммен де қазақпын. Көк бөрінің сіңіріндей сірімін, сондықтан да ажалсызбын тірімін. Шындық үшін құрбандыққа шалынып, шырылдаған құлындардың бірімін. Талай-талай тоналдым да тапталдым, өзімді өзім жоғалтуға шақ қалдым. Көк көйлекті көктемде мен туылып, желтоқсанда еріп кеткен ақ қармын. Күңіренсе үн шығады көрденде, шерім қалды шертілмеген шерменде. Өз тіліңде өмір сүріп одан соң, не жетеді өз тіліңде өлгенге. Мен сұрасам, теңдігімді сұрадым, теңдігімнің кемдігіне жыладым. Ай күзетіп ару сүйер шағымда, мен ажалдың құшағына құладым. Тәуелсіздік қазақ үшін ғажап құт, ғажап құтқа келмейді енді мазақ түк. Өрі мінез бабалардың арманы, айналайын алтын қанат азаттық. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Осы челленджді тарих пәні мұғалімі Балғабай Фариза Беркінбайқызына және 9-шы сынып оқушыларына жолдаймын.